Достар, сәлем. Бүгін сіздерге өте оңай және тез дайындалатын ал дәмі тіл үйіретін тауыққа арналған маринад рецептін көрсетемін. Мен бүгін тауық қанаттарын қолдандым, оларды алдын ала жуып, артық құйрықшасын алып тастадым. Мұнда 10 қанат бар, осыған қазір 2 шай қасық тұз қосамын, ал дәмдеуіштерден 2 шай қасық толтырмай кептіріліп ұнтақталған сарымсақ пен 2 шай қасық толтырып паприка қосамын. Ал енді қосқан тұз бен дәмдеуіштер тауыққа жақсы сіңуі үшін оған 2 ас қасық сұйық май мен 1 ас қасық соя соусын құйып, жақсылап араластыру керек. Соя соусын 1 ас қасықтан көп қоспаңыздар, әйтпесе піскен кезде тауық қара болып шығады. Енді бетін жауып, 10 көп болса 15 минутқа осылай қоямыз, бірден пісіріп бастасаңыздар да болады. Мен қанаттарды 10 минут көлемінде маринадталуға қойдым, ал енді оларды формаға немесе противньге саламыз. Ал қалған маринадты бетіне құйып, жағып шығамыз. Енді осыны 240 градус қызып тұрған пеште 50 минут пісіреміз. Мінеки достар, түсі өте әдемі, дәмі де керемет болып пісіп шықты. Бұл ең оңай, тез және қолжетімді маринад. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Рецепт сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.